Сәлем достар, бүгін сіздерге үй жағдайында сортер жасауды көрсетемін. Сортер формаларды зерттеуге, қабылдауды дамытуға ықпал етеді. Ұсақ моториканы дамытады. Сортер жасау үшін бізге бар болғаны картон қағаз, ағаш таяқшалар, желім және гуашь бояуы қажет. Алдымен картоннан формалар дайындап аламыз. Мен пенопласт қолданып, алдын ала дайындап алдым. Картонымызды бір-біріне жабыстырып, қалыңдатып аламыз. Таяқшамыз жақсы орналасу үшін мен тағы бір қабат картонды пайдаландым. Сосын таяқшаларды желімнің көмегімен тұрғызып аламыз. Желім кеткен соң қалаған түсіңізбен боясаңыз болады. Мен ең қажетті түстерді пайдаландым. Бояп болған соң картондардың кеткенін күтіп, балаңызға ойнауға берсеңіз болады. Ана тілімізде осындай қызықты видеоларды көргіңіз келсе, каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.